Саламатсыздар. Менің есімім Гүлмира. Мен Шымкент қаласында тұрамын. Отбасы құрған жанмын. 3 балаларым бар. Диас деген 22 жаста ұлым бар, ол жұмыс істейді. 10 жаста қызым бар, 5 сыныпта оқиды. Және осы кенжем менің Аяна, қазір 6 жаста. Мен өзім Ақтөбенің тумасымын, Қызылорданың келінімін. Шымкент қаласында мен күйеуім жұмысымен осы жаққа ауысқанбыз. 99 жылдан бастап Шымкент қаласында тұрамын. 2015 жылы осы кішкентайым дүниеге келді. 6 айлық қылып босандым. Салмағы небәрі 1,5 килограмм болатын, 40 сантиметр болатын бойы. Докторлардың барлығы үмітімді үздірген тұғын. Букет аурулары бар, порок сердца, жүрегінде тесігі бар, басында давлениесі бар, цитомегаловирусы бар. Келешекте қазір болмаса да 1 жасында, 2 жасында, 5 жасында ДЦП болып қалуы мүмкін. Маған ең маңыздысы иммунасын түсірмеу керек болды. Асыл арна телеарнасынан әрдайым дорамарин туралы, черный тмин туралы айтатын. Сол дорамаринді көріп, хабарласып, врачтармен сөйлесіп, кеңес алып, заказ бергенмін. Бүкіл кальций, барлығы жеткілікті. Наоборот, бұл балдарым ішінде ең ақылдысы. Потому что сол витаминдерді көп бергенмін ба, тез қабылдайды, өлеңге де, биге де, барлық жағынан активный, өзі гиперактивный. Шүкір. Дорамариннің компаниясына алғысым шексіз. Әрдайым олар хабарласып, жағдайды білісіп, барлық проблеманы бірге шешуге сол дәрігерлер атсалысады. Негізі бұл жарнама емес, шынымен бұл өзімнің менің лебізім. Сол кездегі менің бір қиындықтан өткен кезеңдерім. Қазір енді қуаныштан көзімнің жасын аламын ғой. Бірақ сол кезде өте қатты қиналған кездерімдегі маған деген бір жарық болды мен үшін. Білмеймін, осы әйтеуір көргеннен бір соған бір жүрегім жылы қарап, әйтеуір соған бір нақты сеніп қабылдадық. Бір емінің өзінің сәулесі, шипасы болды деп ойлаймын.